Saniye, Ceyrak. Anlasın, etek okpenersin. Yırtıyı. Ya. Yırtıyı ok vereyim bak. Ya. Jaraydı, жүріңдер. Ел болам десен, бесігінді түзе деп халқымыз бекер айтпаса керек. Кешегі Абай, Мұхтар сынды айтулы азаматтарымыз әжелерінің әлдей мен ертегісін естіп өскен. Ал сіз балаңызға ертегі айтасыз ба? Ертегінің бала дамуына ықпалы зор. Мұндағы ұрпақ тәрбиесінің негізгі түйіні имандылық, адамгершілік, отбасы тәрбиесіне байланысты. Біздің үйдің төрінен кітап түспейді. Себебі балаларымның ой өрісін, қиялын ертегі арқылы дамытамын. Ертегі айтқанда ұлым мен қызымның мінезіндегі кемшіліктерді ертегідегі жан-жануарлардың бойына дарыта отырып, сол қасиеттердің дұрыс еместігін ертегі арқылы жеткіземін. Бүгінде бала дамуына ықпалы зор даналық әліппесін өзіме көмекші етіп алдым. Мұнда 10-ға жуық кітап бар. Олар қазақ ертегісі, бесік жыры, бабалар батасы, халық әндері және де тағы басқа. Мен жоқ кездері немесе ас үйдегі күйбең тіршіліктен босамаған кезде ертегіні даналық әліппесі оқиды. Аудио қаламды алып, кітапқа жақындатса, кез келген ертегіні қалам оқып береді. Баланың қолына смартфон бере салып, YouTube көрсеткенше, ертегі мен ән жыр тыңдатқанды дұрыс көремін. Мен бұл кітапты оқи алмаймын. Біз осы ақыры оқи аламыз. Қағып әні. Мейлі. Кітап оқудан шаршаған кезде Сәния ағасымен ойын ойнайды. Екеуін ойнатып, сөйлеу мәнері мен туыстық қарым-қатынасын дамытамын. Кез келген ойынды ойнап, ертегі құрастырамыз. Сәния магнит жануарларды жабыстыруы арқылы ертегі айтқанды ұнатады. Магниттік ертегі планшетін қолдану арқылы да ертегі айтуға болады. Сосын баласы айтыпты, анашым, менің қарным ашты, маған тамақ берші депті. Сиыр не жейді? Нан жей ма? Беркін балаға бере қой. Міне балам шөп жей қой дейді. Нан жоқ қой дейді. Шөп жейді. Сосын оған күшік досы келіпті, я? Алмалар, міне, күшік досы келіпті, ка? Міне күшік досы келіпті да. Бөшен жайын бәді. Сиыр досым, не дейді? Сиырын бөшен дейді. Тұрдық на бөшен бәді. Сәлеметсің бе дей ма? Сәлеметсің бе. Я. Сосын ол күшік досымен екеуі қызықты ойнап кетті, я, ағаштың астында. Ал мамасы, анасы, қараш, анасы оған қарап отыр. Ұйқы алдындағы ертегі баланың тұлға болып қалыптасуына көмектеседі. Сол себепті түнгі ертегіні оқыған абзал. Себебі өмірді ертегі арқылы таныған бала ұшқыр ойлы болады. Балаларымның тілінің дұрыс дамуы керемет болып, ұшқыр ойлау қабілетімен өсу үшін ертегімен дос болуға тырысамын. Ертегі оқу үрдісін жалғастырушы ұрпақ тәрбиелейтініме сенімдімін.